Сәлем достар, біз бүгін Изян атты өзбек киносы туралы айтатын боламыз. Өте аянышты кино, бірақ соңы жақсыға аяқталады. Өзім қатты жақсы көремін бұл актриса қызды. Сіздер де білетін шығарсыздар, Шахзудан, иә? Ал ендеше кино Севара атты қыз туралы болмақ. Севара байдың қызы өзінің жігітіне үйленбекші болып дайындалып жүреді. Және Фарух атты жігіт те болады басты рөлдерде. Ол жала жабылып түрмеден шығады. Бұл Фарух Севараның әкесінің компаниясында жұмыс жасайтын болады. Жала жабылып түрмеге отырып, кейін түрмеден шығып, қайта компаниясына келеді. Ол Фарухты шығару үшін тіпті шешесі үйді де кепілге қойған болатын. Фарух түрмеден шығып үйіне келіп, бұл жала екенін, түк кінәсі жоқ екен дәлдеп әлек. Тіпті бастығына қайта барып, оған ешкім сенбейді, бастығы да қуып шығады. Тіпті компанияға кіруге тыйым салады. Содан ол ашуланып даладағы жұмысшыларға қарайды да, оның компанияға қайтадан кіруге тыйым салғаны есіне түседі. Содан ол үстіне жұмысшылардың киімін киіп, білдіртпей компанияға кіріп кетеді. Содан шатырға шығып, жұмысын жасай бастайды. Сол кезде қасындағылардың барлығы түскі ас ішуге кетеді. Ол өзі жалғыз қалады. Бір оң жағына қарап қалса, әппақ көйлек киген қызды көреді. Қыз аяғына туфлиін қолына ұстап алып, жалаң аяқ жүреді. Оны өзіне қол жұмсайды деп қорқып көмектеспекші болады. Біраз әңгіме айтып, оны алдарқатады. Бірақ қыз жымиып төменге түсіп кетеді. Кейін ол Фарух досымен бірге машинада отқанда, жаңағы қыз, шатырдағы қыз компанияның бастығының қасында әңгімелесіп тұрады. Содан ол қызығушылық танытып досына айтады. Бұл кім екенін, қандай қыз екенін сұрайды. Ал досы бұл компанияның жалғыз қызы, компания бастығының жалғыз қызы екенін, тіпті оның рак ауруға ұшырағанын және 9 ай ғана өмірі қалғанын айтады. Бұл қыздан барлық жігіт бас тартып үйленгісі келмейтінін айтады. Солай жігіт Фарух ол қызға өзі үйленіп, қарыздарын жауып, тіпті үйінде қайтарып алам ба деп жаман ойға келеді. Сөйтіп қыздың мына жағынан шығып, әйтеуір қызды үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз оған келісіп, екеуі бас қосады. Ал содан кейін кино қыза түседі. Фарух пен Севара бір-біріне ғашық болып, Фарух оны шын өмірде де ғашық болып, оған аянышты халге түсіп, оның өлімге қимай жүреді. Содан кейін Севара аяғы ауыр болып дүниеге бала келген күтеді. Ал Севараның жағдайы мүшкіл еді. Қайта ауырып, мұрнынан қан кете бастайды. Ғашықтықтан тіпті қызының келіншегінің ауырғанына шыдамай, қайта Алла тағалаға жалбарына береді. Содан кейін босанар кезде қалай болғанын өздеріңіз кинодан көріп аларсыздар. Мен барлығын айтып берсем қызық болмаса, өзім жылап көрдім. Не деген махаббат деп. Осындай ескі киноларды іздесеңіздер, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Кино өте қызық және аянышты, шын өмірде болған оқиға.